неше сан бар жалпы? Айтқан 90, иә, 90 дейін. Осы екі таңбалы сандардың ішінен цифрлары бірдей екі таңбалы неше сан бар? Цифрлары бірдей. Жоқ. Неше сан бар цифрлары бірдей? Қандай сандар бар мысалы цифры бірдей? 141-ші беттегі іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептерді шешіп шығару жазып алдарда берілген және қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару, қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару. Тезірек жазып алыңдар. Бүгінгі сабағымыздағы қол жеткізетін оқу мақсаты мүмкін нұсқаларды іріктеу тәсілімен комбинаторикалық есептерді шығару. Балалар, қалай ойлайсыздар, біз бүгін нені үйренеміз? Іріктеу тәсілі арқылы іріктеу тәсілінің комбинаторикалық есептерді шығару. Дұрыс айтасың. Тағы нені үйренуіміз мүмкін? Тақырыптағы қозғалыстың орташа жылдамдығын. дұрыс айтасың. Нені? Дұрыс айтасың, жылдамдықты қалай табуға. Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі мақсатымыз, яғни сіздердің меңгеретіндерін қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептерді шығару, есеп шешудің мүмкін нұсқалары қандай тәсілдермен іріктелетінін білу, есептің шартындағы белгілер, бейнелер қалай белгіленетінін білу. Балалар, бізде өмірде кездесетін кейбір мәселелерді шешудің бір ғана емес, бірнеше нұсқалары болады. Сондай кезде біз сол нұсқалардың барлығын анықтап, ішінен нақты бір нұсқаны ғана іріктеп аламыз. Бұл дегеніміз мүмкін нұсқаны іріктеу. Яғни бірінші мысалға назар аударыңдар. Бірінші мысал. Сыныпта Біржан, Самал және Мирас әрқайсысы бір күннен 3 күн кезекші болу керек. Олардың кезекшілік ету ретінің неше нұсқасы бар еді. Бұл есепті шығару үшін біз есептегі шамаларды белгілермен жазамыз. Яғни мысалы есепте оқушылардың аты берілген болса, біз шарты белгісі бойынша, яғни бас әріптерімен жазамыз. Біржан болса Б, Самал болса С, және Мирас болса М деп жазамыз. Енді балалар, мүмкін нұсқаларды іріктеу сызба нұсқасы бізде тамыры жайылған ағашқа ұқсайды. Яғни біз қазір мына балалардың қалай кезекшілікке, 3 күнге кезекшілікке қоюға болатынын нұсқасын жазамыз. Мысалы, егер Біржан бірінші күні кезекшілікті атқаратын болса, онда екінші күні Самал, үшінші күні Мирас кезекшілік атқаруы мүмкін. Немесе егер Біржан бірінші күні кезекші болса, екінші күні Мирас, үшінші күні Самал болуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Немесе егер Самал бірінші кезекшілік атқарса, екінші күні Біржан, үшінші күні Мирас кезекші болуы мүмкін. Немесе Самал бірінші күні Мирас, екінші күні Біржан, үшінші күні кезекші болуы мүмкін. Және егер Мирас бірінші күні кезекші болса, екінші күні Біржан, үшінші күні Самал кезекші болуы мүмкін. Немесе екінші күні Самал, үшінші күні Біржан кезекшілік жасауы мүмкін. Балалар, енді қараңдар, міне сызба нұсқамыз біздің тамыры жайылған ағашқа ұқсап тұр, иә? Бұл ағаштың қанша бұтақтары бар, есептің шешуінің
мирас, самал, біржан. Яғни осы үш оқушының кезекшілік атқаруының неше нұсқасы бар екен? 6 нұсқасы бар екен. Дұрыс айтасыздар. Және осы сызба нұсқа бізде мүмкін нұсқалар ағашы деп аталады. Енді келесі мысалға қарайық. Екінші мысал. Түзу жүргізіп, оның бойынан А, Б, С, Д және Е нүктелерін белгілеңдер. Оқулықтарында екінші есептеп тұр. Неше кесілі пайда болады дейді. Ол есепті шығару үшін біз түзу сызамыз. Түзу бойынан нүктелерді белгілеңдер дейді. Қандай нүктелер бізде? А нүктесі, Б нүктесі, С, Д, Е нүктелері. Енді бізге сұрақ мүмкін. Осы кесіндінің түзудің бойында қанша кесінді бар, иә? Оны есепті шығару үшін бізде ескеретін жағдай бар. Мысалы, біз бір кесіндінің бас әріптерін орнына ауыстырып, екі кесінді жаза аламыз. Мысалы, А, Б кесіндісін В, А кесіндісі деп жаза аламыз, иә? Сондықтан бізге бұл есепті шығарған кезде мынау нүктелерді алфавиттік ретпен орналастырған ыңғайлы болады. Яғни А-дан Б-ға дейін орналастырып, солай шығарған ыңғайлы болады. Енді қараңдар балалар. А-дан бастайық. Қандай кесінділер пайда болады? А-дан бастайық. Енді келесі бізде қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару. Сендер жаза берсек, мысалдарды. Қозғалыстың орташа жылдамдығын есептер шығармас болып, біз бастауыш сыныпта оқыған кезде сендер өттіңдер, иә? Қозғалысқа байланысты жылдамдық, уақыт, қашықтық деген өттіңдер ғой, иә? Енді соны еске түсірейік. Қашықтық қандай әріппен белгіленеді? Қашықтық. С әріппен белгіленеді қашықтық. Қартып жазылады. Уақыт қандай әріппен белгіленеді? Әріппен уақыт. Және жылдамдық қандай? В әріппен белгіленеді. Жылдамдық. Енді осы үш ұғымға байланысты формулалар бар. Бірінші, қашықтықты табудың формуласы. S-ті тапқан кезде бұл уақыт көбейтілген жылдамдыққа. дұрыс айтасыздар. Уақытты жылдамдыққа көбейтеміз. Енді уақытты табатынымызда не істейміз? Қашықтықты бөліп жылдамдыққа. Дұрыс айтасыздар. S-ті бұлға яғни қашықтықты жылдамдыққа бөлесіздер. Ал жылдамдықты тапқанда не істейсіздер? Бөлесіздер. Яғни біз осы негізгі ұғымдарды еске түсіруіміз қажет. Енді мына мысалға назар аударыңдар. Мысалы, адам 3,6 километр жолды жарты сағатта өтсе, оның орташа жылдамдығы қандай? Яғни орташа жылдамдыққа белгіленсе. Ол есепті шығару үшін біз бірінші километрді метрге
сағат. Бірінші моторлы қайықтың орташа жылдамдығын табыңыз. Екінші моторлы қайықтың ағыспен жүзген жылдамдығы мен ағысқа қарсы жүзген жылдамдығының арифметикалық ортасы оның қандай жылдамдығына тең екенін табуымыз қажет. Бірінші біз моторлы қайықтың орташа жылдамдығын табуымыз керек. Орташа жылдамдықты табу үшін жазылымды орташа жылдамдықты табу үшін ағыс бойымен жүзген жылдамдыққа ағысқа қарсы жылдамдықты қосып екіге бөлеміз. Яғни 30-ға 25,2-ні қосып екіге бөлеміз. Неше шығады бізде? 27,6 километр шығады. Енді балалар, екінші тапсырма арасында арифметикалық ортасын табыңдар дейді. Арифметикалық ортаны қалай табамыз? Бір-біріне қосамыз. Нені қосамыз бір-біріне? Мысалы, бізде неше сан мына жерде? Қандай сандар бар? 30, 90, 25,2-ні нешеге бөлеміз? Екіге. Өйткені бізде екі сан бар, иә? Сонда арифметикалық ортасы бізде 27,6 шығады. Бұл бізде орташа жылдамдығына тең. Тақтадағы есептерді жазып алыңдар дәптерлеріне. Сендерге қазір есептерді беремін. Екі балаға бір есептер. Осы есепте сендерге 5 минут уақыт беремін. Бүгінгі тақырыптарға байланысты комбинаторикалық және комбинаторикалық есептер іріктеу тәсілі. Сендерге 5 минут уақыт берейін. Черновиктеріміз бар ғой, иә, барлықтары черновиктерді шығарып есептейді.
Aha, nüktelerimiz birleşti mi? Yukarının ötesi kadar. Sonrasında qanday kesinlikle paydo bo'ldi? Yaxshi, to'g'ri. Kelesi. Kim bo'ldi? Keldimi? Aha. Aha. Нешінші сектория? Неше қандай сандар көбейткен
60. 15'te neçe bölükten yapışır? 4'ye bölükten yapışlar yaşasında. 15'te 4'ye bölükten yapısı var. Soğusun. 12'ni 5'ye bölükten yapısı. Жақсы отырады. Яғни мүмкін нұсқаларды жазған кезде барлық мүмкін болатын нұсқаларды жазуымыз қажет. Балалар, барлықтарын есептерін қарап шықтым. Я қателерім болса дұрыстарға деп айтып жатырмын. Енді сендерге қазір келесі тапсырманы қараңдар. Саралы тапсырмалары. Мынадай барлығына ортақ есеп берді. Есептің берілген ортайғышы балалар қажет берді. 60 километр. 20 километр сағат жылдан 5 қанша километр жол жүреді? Қалай шардың? Менің 20 километр. Кел тақтаға қалай шардың жасын. Бірінші берілген дұрыстап жаз. Келесі есепке қараңдар. Еліміздің солтүстік аудандарында 54 км сағат, 77 км сағат 5 минут уақыт беріледі. Жылдамдықпен жел соғатыны белгілі. Осы жылдамдықтарды метр секундпен өрнектелді. Осыған екі мысал ұқсас болып жатыр. Метр секундпен өрнектейді. Осыған ұқсас мысал болды. Метр секундпен өрнектелді. Sonda, yani, arada ben
бүгінгі сабақ бойынша осы сабаққа дейін не білдіңдер? Және осы сабақта не білгілерің келеді, алдағы уақытта не білгілерің келеді, соны осы адамға жазып, тақтаға жабыстыруларды сұраймын. Не білдіңдер, не білесіңдер қазір? Сосын не білгілерің келеді, соны жабыстырыңдар. Адамға. Білген білетіндерді, білгілерін келеді, сол бір қағазға жазып беріңдер. Не білесіңдер қазір? Соны жазыңдар, сосын не білгілерің келеді, соны жазыңдар. Бір-екі сөйлеме тезірек жазып, тақтаға орналастырсаңдар. Жас болсаңдар, тақтаға жабыстыра беріңдер. Жақсы, давай. Келесі, кім болды тезірек? Бір сөйлем жазсаңдар, не білгеніңді, не білетінін келетін жазсаңдар. Жақсы, барлықтары балалар тезірек. Балалар енді күнделіктерді ашып, бүгінгі тақырып бойынша үй тапсырмасын жазып алыңдар. Нөмірі 1244 және 1248-ші есептер. 1244 және 1248-ші есептер. Және оқулықтағы осы іріктеу тәсілімен комбинаторикалық есептерді шығарудың басқа да тәсілдерін қарап келіңдер, жақсы ма? Басқа да тәсілдерін интернеттен немесе басқа да оқулықтардан жазып алыңдар ма барлықтары? Бәріне жазып болсаң, тастап жаз. Үй тапсырмасын жазып ал. Үй тапсырмасы түсінікті ғой, иә? Нешінші есептер? Жақсы балалар.